Мына қытайлық жас жігіттің не үшін еңіреп жылап тұрғанын білсеңіз, сіз де үлкен ойға шомыласыз. Бұл видеоны әсіресе оқушы, студент ұл-қыздарыңызға көрсетіңіз. Сабақ алсын, ойлансын. Мен оның жылап тұрып, не айтқанын сөзбе-сөз аударып берейін. Әке, ана, мені кешіріңдерші. Қазір мен небәрі 19 жастамын. Бірақ түнгі сағат 3-те көшеде жүрмін. Тапсырыс жеткізіп, дене қызуым 39 градус болса да елдің дүниесін жеткізіп жүрмін. Шынымен де сендерден кешірім сұраймын. Сол кезде сөздеріңді тыңдағанымда ғой. Сабағыма көңіл бөліп жақсылап оқығанымда ғой. Бәлкім бүгінгі өмірім басқаша болар ма еді, бірақ енді кеш өкінгеннен ештеңе өзгермейді. Өйткені бұл жолды өзім таңдадым, сондықтан бүгін құласам да, еңбектесем де, тіпті тізерлеп қалсам да, осы жолды соңына дейін жүріп өтуге міндеттімін. Өмірімде жақсы адамдар кездесті, бірақ бір шындықты кеш түсіндім. Менің ең әдемі жастығым, ең жарқын күндерім, ең бақытты шағым бәрі де артта қалып қойған екен. Мұндай өкініштің көз жасын көлдеткен қытайлық жастар өте көп. Мәселен, көлік апатына түскен мына жігіт бәрінен шаршадым, демалғым келеді деп айғайлап жылап жатыр. Я, олар адал еңбекпен нәпақасын тауып жүр, бірақ іштерін өкініш өртеп барады. Уақыттың, білімнің қадірін білмеген үшін. Жастық қайта келмейді. Уақыт кері айналмайды, сондықтан бүгін білім алып, өзіңе инвестиция жаса. Видеоның түйіні осы болсын. Арбадағы бала осындай әсерлі оқиғаларды тағы айтып береді. Мені жеке қолдайым десеңіздер, номерім осы. Ерасыл жыдып шығады. Парақшама жазылып, лайк бассаңыздар да мен үшін үлкен қолдау.